Чемоданын сүйреп, ұшақ күтетін ел тағы тақырға отырды. 80-ге жуық ақтөбелік туристік фирмаға ақшасын санап берген, қазір кеңседе жоқ, басшысы да үсті-түссіз. Сағы сынған жұрт тілшімізден араша сұрат, олар Түркия, Мысыр және Грузияға жолдама алу үшін бір туристік компанияға ақша төлеген. Бірі отбасымен демалуды көздесе, енді бірі сапар ақысын несиеге рәсімдеген. Кей тұрғындар турдың құнын көктемнен бастап төлеп келген екен, алайда ұшатын уақыт жақындағанда туристік компанияның есігі жабылып, маңдайшасы алынып тасталған. Кеңсе мөрленіп, қызметкерлердің телефондары өшірулі тұр. Теңіз жағасында демалуды жоспарлаған жұрттың енді ақшасын қалай қайтаратыны белгісіз. Жиналған азаматтардың айтуынша, компанияға берген қаражаттың жалпы сомасы 200 миллион теңгеден асады. Зардап шеккендер полицияға жүгінді, құқық қорғау органдарына әзірге 17 арыз түскен. 2 миллион 540 мың болып тұр сонда. Семьянызбен, Отбасымызбен бару керек болғанымыз. Түркия еліне, Анталия қаласына сонда. Біз Алматы арқылы бару керек болғанбыз. Біз Алматыға бардық отбасымызбен. Алматыға барған кезде, ойбай сол қазір берем, әне берем, бара беріңіздер, WhatsApp-қа жіберем деді билетті. Бардық, барғаннан кейін бір күн қалған кезде ұшуға. Аға тур отырмаған, анаудан мынау қазір мен басқа турды ұйымдастырып жіберем, артық шығып жатса ақшасы өзім қосып жіберем деді. Қосқанда жоқ, ертеңіне бір күн күттік, бір күн болған жоқ. Ақтөбе облысы полиция департаментімен аталған дерек бойынша алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Күдікті анықталып, оны ұстауға бағытталған жедел шаралар жүргізілуде.